жалпы білім беретін мектеп. Машимханова Жазира Ақылбекқызы. Рахмет. Саламатсыздар ма, әріптестер? Бостандық ауданы 69-ші мектеп, Колбаева Дина Жылтаевна. Саламатсыздар ма, ұстаздар? Әуезов ауданы нөмірі 173-ші мектеп, Жүнісбекова Жанар. Рахмет. Құрметті әріптестер, өздеріңізді таныстырып өтсеңіздер. Жақсы. Алматы қаласы Бостандық ауданы номер 81-ші мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімдерінің ұйымдастырған авторлық бағдарлама бойынша тәжірибе тарату конференциясына қош келдіңіздер. Бұл конференцияда бірінші баяндаманы таныстыратын Женсекбаева Алма Сериковна, оқушылардың математикалық сауаттылығын қалыптастыруда логикалық тапсырмалардың маңызы, екінші сынып оқушыларына арналған элективті курс бағдарламасы. Екінші, Оразгелдиева Гүлвера Орынбаевна, диалогтік оқыту арқылы оқушылардың оқылым мен жазылым дағдыларын қалыптастыруда 4-ші сынып оқушыларына арналған элективті курс бағдарламасына баяндама жасайды. Үшінші, Қалиева Анар Ахметжановна, 2-ші сынып оқушыларына қосу және азайту амалдарын ойын технологиясы арқылы оңай үйрету элективті курс бойынша бағдарламасы бойынша баяндама жасайды. 4-ші, Ибраимова Лаура Жұмабековна, ұлттық құндылықтар бойынша сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту элективті курс бағдарламасы бойынша баяндамаларын ұсынады. Енді бірінші таныстырылым оқушылардың математикалық сауаттылығын қалыптастыруда логикалық тапсырмалардың маңызы 2-ші сынып оқушыларына арналған элективті курсы бойынша таныстырылым. Қабыл алыңыздар, қазір мен қосам. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Оқушылардың математикалық сауаттылығын қалыптастыруда логикалық тапсырмалардың маңызы 2-ші сыныпқа арналған элективті курс бағдарламасы. Кіріспе. Қазіргі заманғы білім беру жүйесінің негізгі мақсаты оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытып, олардың сыни ойлау дағдыларын жетілдіру. Алған білімдерін өмірде қолдана білу, бұл мақсатқа жету үшін дәстүрлі оқыту әдістері мен заманауи технологияларды үйлестіре қолдану қажет. Қазіргі таңда білім беру саласында STEM бағыты ерекше мәнге ие болды. Алайда көптеген оқушылар үшін математика пәні қиын әрі қызықсыз болып көрінеді. Сондықтан оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру үшін жаңа әдістерді енгізу қажет. Оқушылардың математикалық сауаттылығын қалыптастыруда логикалық тапсырмалардың маңызы элективті курсы 2-ші сынып оқушыларының осы қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында жазылған. Бұл курс оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытып, стандартты емес есептерді шешу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Курс барысында оқушылар логикалық есептермен жұмыс істейді, математикалық ойындарға қатысады және топтық жұмысты үйренеді. Бағдарламаның құрастырылу негіздері.
Бағдарлама 23 жылдан астам тәжірибе негізінде жасақталған. Оның ішінде бастауыш сыныптағы математиканы оқытудың заманауи әдістері ескерілген. Қазіргі оқулықтардағы логикалық есептердің жеткіліксіздігі мен тапсырмалардың бір сарында болуы ескере отырып, бағдарлама STEM оқыту әдісімен геймификация ойын әдістері арқылы толықтырылды. Бұл әдістеме оқушылардың ойлау қабілетін дамытуға және әртүрлі тәсілдермен есептерді шығаруға және оқушылардың математикалық сауаттылығын дамытуға мүмкіндік береді. Олимпиадаға дайындық қажеттілігі. Мектеп бағдарламасында логикалық есептердің аз қамтылуы оқушыларды олимпиадалық жарыстарға дайындауда қиындық туғызады. Олимпиадалық есептерге қажетті аналитикалық ойлау, стандартты емес шешім табу дағдылары мен оқушылардың математикалық сауаттылығын дамыту үшін бағдарлама арнайы тапсырмалар енгізілді бағдарламаға. Сонымен қатар мұғалімдерге көмек ретінде қысқа мерзімді жоспарлар ұсынылып отыр. Оларды қосымша материал ретінде қолдануға болады. Бағдарламаның ғылыми негіздері. Бағдарлама қалалық білім берудегі жаңа технологиялардың ғылыми әдістемелік орталығының сараптамасынан өтіп, әдістемелік нұсқаулықтарға сәйкес жасалған. Бұл ғылыми негізделген әдістер бастауыш сынып оқушыларының жас ерекшелігіне және қабылдау қабілеттеріне сай таңдалған. Сонымен қатар бағдарлама оқушылардың математикалық сауаттылығын халықаралық стандарттарға сәйкес дамытуға бағытталған. Тапсырма үлгілері. Бағдарламадағы тапсырма үлгілері. Бағдарлама аясында оқушылардың танымдық және логикалық ойлау дағдыларын дамытуға бағытталған әртүрлі тапсырмалар қарастырылған. Бірінші, геометриялық есептер, фигуралармен жұмыс, кеңістікті ойлауды дамыту. Жиындар теориясына арналған тапсырмалар, элементтерді топтастыру